Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен татар халқының самсасы уч-пучмактың рецептімен бөлісетін боламын. Достар, алдымен каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Оның үстіне қантымыз бен тұзымызды салып, және ашытқымызды салып араластырамыз. Барлық қажетті заттардың құрамын описание бөліміне толық жазып қоятын боламын. Дайын болған массамыздың үстіне қаймағымызды саламыз. Еріп тұрған сары майымызды қосып, оның үстіне жұмыртқаның ағын салатын боламыз, ал сарысын бетіне жағуға алып қоямыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз, және де екі бөліп салатын боламыз. Жұмсақ қылып қамырымызды илеп алатын боламыз. Достар, сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қамырымызды илеп болғаннан соң, бетін жауып 1 сағатқа демалтып қоятын боламыз. Салмасына тауық етінен фарш, картоп, құйрық май және жуамызды қосып, тұз бұрышын салып араластырып дайындап қоямыз. 1 сағат өткеннен соң, қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Және де дәл видеодағыдай ұзынынан илеп, оны да бірнеше бөліктерге, бірдей бөліктерге бөліп алатын боламыз. Самсамыздың формасын келтіру үшін бірдей бөлікке бөлгеніміз дұрыс болады. Менде барлығынан 16 бөлік шықты. Достар, каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерді әр елдің тағамдарының рецептімен бөлісіп отыратын боламын. Дайын болған бөліктерімізді видеодағыдай домалақтап, шарик жасап, демалтып қоятын боламыз. Ең алғаш дайындап қойған қамырымыз көтеріліп дайын болды. Соны алып, самсаның формасын келтіріп, оқтаудың көмегімен келтіріп алатын боламыз. Енді оның ортасына салмасын салып, айналасын бүгеміз. Видеода жақсы түсіндірілген, қарап алыңыздар. Арасы ашық қалмас үшін тағы бір екінші мәрте бүгіп шығыңыздар. Сол кезде барлығы бір-біріне жабысып тұрады. Неде бұл самсаның ерекшелігі? Орта жағы ашық болып тұрады, осы видеодағыдай. Сіздер де жасап көріңіздер, достар. Өте дәмді болып шығады, ерекше болып. Дайын болған самсаларымызға бағана алып қойған сары уызын жағып, 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Осымен татар халқының самсасы уч-пучмак дайын болды. Ас болсын баршаңызға.